Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын мармелад жасауды ұсынамын. Бізге керек заттар: лимонад, варенье, лимонный кислота, желатин және қант. Варенье менде малиновый, косточкасынан арылтып, сиропын қана аламыз. Ситадан өткізіп, мен сиропын алдым. Осы 5 түрлі затпен мармелад жасаймыз. Лимонадқа желатинді саламыз. Желатинді салып, араластырып, 3 не болмаса 4 сағатқа қойып қоямыз. Комнатный температурада. 3 не болмаса 4 сағат өткеннен соң плиткаға қойып, үстіне малиновый сиропты, лимонный кислота, қант салып араластырамыз. Қатты ысытамыз, қайнағанға жеткізбейміз. Ысыған массаны алып, суық сумен жуылған ыдысқа құямыз. Ыстықтай құйып, әртүрлі формада құйсаңыздар болады. Мен осындай формаға құйдым. Үлкен бір формаға құйсаңыздар да болады. Ыстық массаны құйып, 3 не болмаса 4 сағатқа салқын жерге не холодильникке қойып қоясыздар. Міне салқын жерден әкелінген ыдысымызды енді суық сумен жуылған пышақпен жақсылап кесеміз. Жақсылап кесіп, бөлек ыдысқа қант салып, қантқа аунатамыз. Үй жағдайында жасалған мармелад өте дәмді және де полезны. Балаларға да, үлкендерге де. Өздеріңіз білесіздер. Осы рецептпен жасалған мармелад ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де сіздермен көптеген рецепттермен, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Балаларға не үлкендерге осы тәттіні магазиннен красителі бар алғанша, осы үй жағдайында осы рецептпен жасауды сіздерге ұсынамын. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет.